Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Аллахумма ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Енді осы тәкаппарлық, кәбир, яғни үлкендік деген мәселеде барлығымызда ол нәрсе бар, бірақ та оны жоюға негізі өте қатты күштің қажеті жоқ. Біраз білім алып, және де өзіңіздің жүріс-тұрысыңызды аңдып жүріп, жағдайға түскен кезде сіздің тәкаппарлығыңызға тиген адамдарға қолын сүйіп, рахмет айтатындай дәрежеге дейін жетесіздер. Қалай? Сен менің ұстазымсың, сен менің тәкаппарлығыма тиіп тұрған адамсың, мен енді емделемін. Демек, сенің сөзің маған қатты тиді. Демек, мен жүрегімде бір нәрсе қозғалып кетті деген секілді, сіздер керісінше сізді хейт еткен адамдардың деп қолына сүйетін боласыздар, иншалла. Қияметте Алла тағалам 3 кісімен сөйлеспейді де қарамайды дейді. Ол қандай кісі екен? Біріншісі зинақор шал дейді. Немесе осындай қарт адамды айтады, зинақор. Бұлай айтқанда не үшін десең, мысалы адамдар жас кезде энергиясы күшті, гормондары ойнап тұр, күш қуаты тасып тұрған кезде зина жасап қоя береді, жас кезде. Бірақ тәубе етіп, біреулері тастап, үйленіп, отбасы болып, ол жолдан таяды. Бірақ та әлі шал кемпір болғанша зинасын тастамаған адамға Алла тағалам ертең қияметте қарамайды да, Алла тағалам ол адаммен сөйлеспейді дейді. Мысалы, кейде көшеден өтіп баратқанда, немесе әлеуметтік желіде сабағыңды беріп отырсаң, үлкен аталар, жаным, қарындасым, сұлусың деп жазып отырады мысалы. Көшеде отырған кезде сондай өзінің беті әжім-әжім болып, одан даналық күтіп отырған сондай аталарымыз болады кейде. Міне ондайларға ескертуді, сен әлсіз болып, енді бір қадам өлімге жақын тұрған адамсың ғой, тәубе етіп, Алладан кешірім сұрап, керісінше жақсы адам болуға тырыспайсың ба? Жас болса мейлі деп үзірмен қарайсың ғой. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бірінші адам ол зинақор, қарт адам. Екіншісі өтірікші патша. Ойлаңыздаршы, уәде береді, мынаны істеп берем, ананы істеп берем дейді да, бірақ жасамайды. Ол патша ғой, оның қолында бәрі бар. Оған егер ол бұйрық беретін болса, бәрі алдында зыр жүгіріп, оның әмірі жерге тасталынбайды ғой. Бірақ ол адамға уәде береді, сөз береді, бірақ оны орындамайды. Алла тағалам ертең қияметте ол адамға қарамайды екен. Сол үшін кейде бастық болудан патша болуға қатты қызығуға болмайды. Неге? Өйткені сіздің бүкіл ісіңізді Алла есеп-қисабын береді. Үшінші, ол тәкаппар кедей. Менде өмірде бір кездескен адам болды. Өте жағдайы нашар, жаңағындай. Енді ол айтпайды, мен жағдайым нашар деп, бірақ көріп тұрам да. Сол кезде оған көмектесу мақсатында ақшалай немесе продуктымен жәрдем берсем, маған бүйтіп айтады: мен саған қайыршы емеспін, берме маған дейді. Мен айтам, қой берші, алшы. Намысыңды қалтаңа салды, ал деймін да. Сонда адам егер кедей болып, мұқтаж болып тұрса да, мен кедей емеспін деп алмау, бұл тәкаппарлық. Яғни мен төмен түстім да қолымды жайдым деп тұр да. Сол үшін де ол жаман дүние. Мысалы, сен Құдайдан сұрадың ғой, Аллахым, менің жағдайым төмен, берші маған. Балаларымды немен тамақтандыратынымды білмеймін, берші маған деген кезде, сізге Алла тағалам жәннаттан топ етіп продукты түсірмейді ғой. Кімді жібереді? Сондай жағдайда Алла берген бір пендесінің жүрегіне салады да, соны әкеп қояды. Сол кезде ол адам, Құдайдан келген курьер ғой деп негізі қабылдау керек еді да. Ол не істейді? Менің жағдайым ондай емес, неге маған әкеп тұрсың? Құдай маған, мана Мәриям анамыз сияқты жәннаттан түсіру керек еді ғой деген сияқты осындай тәкаппарлығымен қабылдамайтын болады да. Сол үшін де кедейдің тәкаппарлығы жаман екен да. Тағы да бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүйтіп айтады: жәннатта алғашқы кіретін 3 адам және тозаққа кіретін алғашқы 3 адамды сипаттап берді. Мысалы, жәннатқа ең бірінші кіру үшін қуанасың, Мысалы, бір шетелге шықтыңыз. Шетелге шықтыңызда тұрсыз, бір контрольда тұрсыз, қолыңызда билет бар. Бірақ очередь көп та. Аналар бірінші очередке көріп атсың,
өтіп кеткендер вау деп күшті қуанып отыр да, әдемі екен, күшті екен деп. Ана соңғы тұрғандар тез болса екен, көргім келіп баратыр деп шыдай алмаймыз ғой, сондай жәннат сондай болады екен ғой. Сол кезде алғашқысынан болып, сізді очередке қарамай бірінші болып, мынандайлар деген кезде суырып алып жәннатқа кіргізіп жіберетіндер болады. Немесе білесіздер, бір қиын жағдай, ұрсып жатыр ол жерде, қатал жағдай болса, ең соңғы кірейінші деп ойлайсыз. Неге? Өйткені мен қазір ерте кірсем, көбірек азапталамын, көбірек қиналам, соңында кірейінші, хотя бы 1-2 сағаттық азапты көрмейінші деп тұрмыз да, бірақ та сондай сипаты бар адамдарды тоже тозаққа не істейді? Теріп бірінші лақтырады екен да. Енді осы адамдар туралы білеміз. Жәннатқа ең бірінші шахид адам кіреді. Шахид дегеніміз Алла жолында күрескендер. Дәл қазір сізде қылыш алып, автомат алып бір жаққа шығуын қажет жоқ. Өйткені болды, біз альхамдулилля тыныш замандамыз. Әркім отаны қорғалған, үйімізде тыныш тамағымызды істеп, ең мықты байлық тәуелсіздік. Сондай замандамыз. Бірақ сол кезде өзіміз күресіп жүрміз. Қандай? Нәпсі, желаниялар, ананы істегің келеді, мынаны істегің келеді. Ол болмай қалса соған ренжіп. Байқадыңыз ба? Проблема бұрын советтік кезде нан табу, ақша табу, отан қорғау еді. Қазіргі проблема не? Өз-өзімді түсінбеймін, жалқау болып баратырмын, иман әлсіреп баратыр деген проблема болды. Бұрын адамдармен проблема болған еді, қазір біз немен проблемамыз? Өз-өзімізбен. Сол үшінде біз өз-өзімізбен күресу, егер де осы жолда жеңсеңіз, Алла жолындағы сіз жеңіске жеткен адам боласыз. Екінші, дүние тарлығы бола тұрып, өзінің бас бостандығы жоқ болған құл, енді қазір ондай адам жоқ қой, бірақ құл бар. Сондай құл Раббысына бойсынған. Енді дәл қазір біз ол нәрсені түсінбейміз, себебі біздерде қазір құл сатып алу, адам сатып алу деген нәрсе жоқ. Бірақ бұрын болған. Яғни ол адамның бас бостандығы жоқ. Ол сіздің бір үйде қолданып жатқан бір пылесосыңыз, холодильнигіңіз сияқты. Өзіңіз білесіз ғой, қашан ашып, қашан қандай тамақ салатыныңызды, сатып аласыз ба, сатып жібересіз бе, өзіңіз білесіз. Ешкім сізді еще айыптамайды. Сол сияқты олар құлдар, сондай бір зат болғанда оларға жұмыс істейтін құрал болған. Сол кезде ол сондай бас бостандығы жоқ болса да, Раббысына бойсынған адам. Уақыт тапқанда ол. Жаңағыдай өзінің хозяйын былай айтқанда, егесінің де көңілін табады, Құдайдың да көңілін табады. Үшінші, отбасы барлығы әлсіз болған кедей дейді. Бірақ сол кедейдің ішінде де бұлар бөлінеді, қалай десе, бір кедейлер бар, мен 4 бала туғам, бізге көмек беріңдер, квартира бер маған, пособияны көбейт, мені очередсіз қабылда, мен 4 бала туғам. Немесе мен күйеуім қайтыс болып кеткен. Яғни сенің жағдайын дәл қазір кедей болып тұрма, сіз қандай болуыңыз керек? Кішіпейіл болуыңыз керек. Сіз сол 4 баланы сол мемлекет үшін туған жоқсыз, өзіңіз үшін тудыңыз. Мысалы да, немесе жаңағыдай күйеуіңіз қайтыс болып кетті ма? Өмір тоқтаған жоқ, сіз саусыз, сіздің қол аяғыңыз сау. Демек, сіз де қимылдай аласыз. Бірақ та адамда деген қандай болу керек? Қанағат және де міндетсінбеу деген нәрсе болу керек та. Міне осы 3 адамды қияметте теріп бірінші жәннатқа кіргізеді. Тозаққа кіретін 3 адам. Біріншісі үстем басшы. Үстем басшы деген қалай адамдарға үстемдік жасайды. Олардың қиын мұң-мұқтаждығын тыңдағысы да келмейді, қанай береді. Екіншісі, көп байлығы болса да зекет бермейтін. Алла тағалам негізі байлық берді ма? Негізі оның ішінде Алланың ақысы бар. Бір адамға көп қып береді, бір адамға онша орташа, бір адамға аз қып береді. Көп қып берді ма? Демек, сен Алла жолында осы Алланың мүлкін бөліп беруің керек. Кімдерге? Әлсіз кедейлерге. Одан кейін мақтаншақ кедей. Түгі жоқ ананың. Бірақ мақтанады, ой, анау жағдай жоқта, ой, мен кезінде мен вообще күшті болғам, мойындағысы келмейді, өзінің әлсіз, дәл қазіргі жағдай осындайға түсіп қалған мойындағысы келмейді, бірақ не істейді? Мақтана береді. Өзін сол, айтады ғой, пустая дыра дейді ғой, мына кеудеде. Осыны сөзбен, немен толтырады.
тағы да хадисте айтады, Алла тағала 3 топқа ашуланады, 3 топқа одан да қатты ашуланады дейді. Алланың ашуы жаман. Біз Алланың 99 есімін оқыған кезде Алла, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Әл-Мәлик, Әл-Құддус, Әл-Джаббар деп оқимыз ғой. Соның ішінде Алла тағалам ашуланады. Қахар деген мінезі бар. Қахарлы Алла тағала. Кімдер үшін қахарлы болады? Өзіне қарсы шыққандар үшін. Біз қазір барлығымыз Алланың мейіріміне қатты мұқтажбыз. Неге? Біздің қазір оқып жатқан намазымыз Алланың мейіріміне бөленсе қабыл болады. Садақамыз Алланың мейіріміне бөленсе ғана қабыл болады. Оқып атқан Құраныңыз да Алланың мейіріміне бөленсе ғана қабыл болады. Басқа ғибадаттардың бәрі де сондай. Егер Алланың ашуына тиетін болса, ол намаз сізге қарсы құжат болады. Сол үшін біз Алланың ашуына ілікпеуіміз керек та. Осындай хадис айтқан кезде біз сол адамдардың қатарынан болып қалуды Құдайдан сақтануымыз керек. Дұғамызда қосуымыз керек тіпті. Ол біріншісі пасыққа ашуланады. Пасық деген кім, білесіздер ма? Пасық деген ол мұсылман. Намаз оқиды, орамал тағады, парыздарын бәрін істейді ол. Оразасын ұстайды, Құран оқиды. Бірақ ол күнәсінен арыла алмай жүрген адам. Ол күндіз бойы намаздарын оқып бітеді, құптан намаз оқып біткен кезде арақ ішеді, мысалы, таңға дейін. Оны ешкім көріп отқан жоқ. Бәрі ойлайды, ойбай, мынау күшті, мешіттен шықпайды мынау кісі, ертең жәннаттық болады деп айтайын десең, бірақ Құдаймен қарым қатынаста өзі жеке қалғанда күнә істей береді. Немесе зинақор, зина істей береді, оны ешкім көріп отқан жоқ, қасында партнер екеуі ғана келісіп алған. Ол намазда тұрады бірақ. Немесе ұрлық істейтін бар, мошенниктер бар, қазір көп қой. Ойбай, орамал таққан үшін сенген едім, намаз оққан үшін сенген едім деп қаншама адам ақша алданғандарыңыз бар ма? Бәріміз сондай. Яғни біз олардың имандылығын сыртынан көріп айттық та, бірақ ол Құдаймен жеке қалғаны кім көрді? Ешкім көрген жоқ. Сол үшін оны біз ешқандай приоритетке қоймауымыз керек та, ойбай, бұл осындай, мынандай деп. Сол үшін мейлі сіздердің алдарыңызда өтірік мүмкін отқан шығарым да. Мүмкін сіздер біреулерге сеніміне кіріп та, Құдай сақтасын, Алла сақтасын ондайдан. Бірақ та біз бір адамды сыртынан қарап, бұл намазхан, бұл ұстаз, бұл қари, бұл орамал тағады деп айтпауымыз керек. Ол адам. Дәлсіз сияқты сондай. Сол үшін мені пасыққа Алла тағалам ашуланады екен. Күнәмізді сол үшін тезірек тастап, тәубе етіп, тазаланып кетуіміз керек екен да. Ал қарт пасыққа одан да қатты ашуланады. Қарт пасық дегеніміз жаңағыдай тәубе етпей қартайғанша әлі жүр. Әлі арағын қойған жоқ, әлі өтірігін қойған жоқ, адамдарды алдауын қойған жоқ, зинасын қойған жоқ, қартайып та қалды уже. Оған қатты ашуланады. Екіншісі, ол сараң адамға ашуланады. Сараң, шық бермес шығайбай, қолында бар болса да ешкімге бергісі келмейді, бөліскісі келмейді. Алла оған беріп жатыр, бірақ ол өзі бере алмайды ешкімге. Ал сараң байға одан да қатты ашуланады. Біз бәріміз қазір мүмкін материалдық жағдайымыз онша күшті емес шығар, бірақ бізде садақа беріп, жаңағыдай өзімізден өткізіп, мысалы, кейде сөз аяп қаламыз ғой, білесіздер ма? Сөзімізді аяп қаламыз. Сараңдық тек қана ақшаға байланысты емес, қыздар. Сараңдық деген даже сіздерде келеді ғой, қасыңызға адам, туысқандарыңыздың арасында мұңайып отырады. Сол кезде барып, жылы сөзіңді айтудың өзі не деді? Садақа деді. Осы жылы сөзді аяймыз ғой. Балаларымызға аяп қаламыз. Жақсы көріп тұрамыз да, бірақ біреулер айтады, айта алмайым балама соны дейді. Қабылдай алмайым балам екеніне. Көбінесе ондайлар, анау, ата-әжесі тәрбиесіне алып қойды ғой, соны балам деп айта алмайды анасы. Ол жаман нәрсе негізі. Әр ата-анамен баласы өзі бөлек болу керек шариғат бойынша. Неге? Өйткені ол балаға үлкен бір сынақ болады тағдырында. Сол сияқты кейде күйеуіңізді жақсы көресіз, айтсаңыз, ол құтыр кетеді, айтпаймын дейміз да. Мысалы, сондағы сөзден сараң болып тұрмыз ғой. Тіпті көшеде көрген орамалды қызға қарап, күлімдеп, ассалаумағалейкум деуге сараңбыз ғой. Амандасу деген нәрсе керісінше сәлемді тарқатыңдар дейді. Сәлем деген ол дұға.
Ассаляму алейкум, Алланың сәлемі саған болсын деген сөз ғой. Анау не дейді? Уа алейкум сәлем, саған да Алланың сәлем болсын, берекетті болсын деп ар жағынан дұға етеді. Жаман ба ол нәрсе? Сырласу жан дүниеңді біреуге ашып айту ғана емес, сырласу сені үнсіз де түсінетін жанға жүрегіңді сеніп тапсыру. Кейде адамда айтылмаған сөздер көп болады. Жүректе жиналған мұң, жауапсыз сұрақтар, шатасқан ойлар. Сол сәтте ең шынайы сырласу Раббыңмен сырласу. Ішіндегі барлық сезімді, қорқынышыңды, үмітіңді Аллаға айтып көрдің бе? Алламен сырласу кітабы жүрегіңді ашып, Раббыңмен шынайы байланыс орнатуға көмектесетін рухани кітап. Егер жүрегіңіз тыныштық іздеп жүрсе, Алламен сырласу кітабы дәл сіз үшін. Тапсырыс беру үшін төмендегі сілтемеге өтіңіз. Жақсы, бір-біріңе дұға жасау арқылы жүректеріңіз біргеді. Сол сөзге сараңбыз ғой біз, даттаво сондай болып кеткенбіз. Тіпті Алла берген әдемі жүзіңізге біреуге күліп қарауға сараңбыз ғой, қабағымызды шытып алып, үнемі қара түнек басымызда бейт. Бұл орап жүреді. Ал сараңбай, Алла оған көрмет, керемет қылып, байлық берді, бірақ сонда да бөліспейтінге одан да қатты ашуланады. Үшіншісі, ол тәкаппарға ашуланады дейді. Бәрімізде бар сол нәрсе ше. Ұнамай қалды ма, бүйтіп үлкендігіміз қосылып кетеді ішіміздегі. Ал кейде тәкаппарға одан да қатты ашуланады. Жаңа оны айтып қойдық. Енді үш адамды Алла Тағалам жақсы көреді, және үш адамды одан да қатты жақсы көреді. Жаңағы үш адамнан біз арылуымыз керек бір нәрсе қылып, ал мынандай адам болуға тырысу керек біз. Ол біріншісі тақуаларды жақсы көреді Алла Тағалам. Сіздер машина айдайсыздар, немесе күйеулеріңіз машина айдайды. Сол кезде жолда ямалар жатыр. Ойық. Сол кезде сіздер қатты өтесіздер ме ол жерден? Жоқ. Неге? Өйткені баллон жарылып қалуы мүмкін, амортизатор сынып қалуы мүмкін, сондай болып қалуы мүмкін ғой. Не істейді? Тормоз береді. Тоқтайды, айланып өтеді. Мына жердегі тұрғанды былай айналып өтеді. Неде тұрғанды былай айналып өтеді. Тақуа деген сондай. Мінерде харам тұр, күмәнді тұр, мінерде тағы бір нәрсе тұр, Алланы ашуландыратын дүние тұр. Не істейді ол? Бәсеңдейді да, айланып өтеді. Кейде сол ямаға түседі да, қайттан шығып, Құдайым кешірші деп айтады. Тақуа деген сол. Тақуаларды сипаттаған кезде ол күнә жасамайтын, тозақтан қорқатын, Алланың қаһарлы сипатын біліп, дейтін емес ол. Ол қандай? Ол білімін қолданады. Қазір шынымен де мен қазір яманы өте беретін болсам, не болады? Баллон жарылады. Баллоны жарылып көру керек та оған. Сонда ғанда ол не істейді? Бұл зиян екен ғой дейді. Сол үшін ол күнә жасап қою да мүмкін деген сөз да. Көрдіңіз ба? Тақуа деген сол адам. Яғни ол араб тілінде уақаға түсіп кету деген мағынаны білдіреді. Түсіп кете жаздайды ол. Сөйтеді не істейді? Андып жүреді өзінің қадамдарын. Қазір сұрайым осын десең. Ал Алла осы тақуаларды жақсы көреді ғой. Ал тақуа жасты одан қатты жақсы көреді. Көп кішкентай болып, жап-жас. Айтамыз ғой, жассың ғой, өмір сүр, көр. Не қыласың қазірден кемпір сияқты орамал тағып? Немене намаз оқып, қолыңа дәрет алатын құмған ұстап? Көрсей өмірді, мен сендей жасымда болсам, деп айтатын әжелер бола ма? Кейде үлкен кісілер, немене ол жап-жас болып алып деп, Көрдіңіз бе? Жастық кезін өзін Құдайдан қорқатын етіп, Алланың жолына түсіп, білім алып, өзіне керек дүниелер жасап отқанда, одан да қатты жақсы көреді екен. Ал біз қартайған кезімізде әжім болып түсіп, уже еркек бізге қараған кезде андай шахуат ойнамайды. Сол кезде барып орамал тағу, өкінішке орай кішкене қиындау. Сіз жас кезіңізде, керісінше гүл кезіңізде, свежий болып тұрған кезіңізде, оны жабу керек еді. Сізге қараған кезде, орамал тағып, астында не бар екен деген сияқты нәрсе да. Сол кезде жабыну керек, негізі. Ал қартайған кезіңде болды ғой. Сен жастылардың бәрі кет қалған сияқты ғой уже. Екіншісі, Алла Тағалам жомарттарды жақсы көреді.
Білесіздер ма, ең бай адам кім? Ең бай адам жомарт адам. Ол мен қазір біреуге күлсем, күлкім азайып қалады. Жақсы сөз айтсам, жақсы сөзім азайып қалады. Біреуге көркем мәміле жасасам, көркем мәмілем жасалмай қалады деп, таусылып қалады деп қорықпайтын адамды жомарт адам деп айтады. Ал қорқақ адам бүйтеді, қойшы мен қазір күлсем, Алла Тағала маған бір 1445 қана күлкі берген, мен біреуін жұмсасам 1444 қана қалып қалады. Лучше күлмеймін мен бұл адамға. Маған сәлемдесуде 99 ғана қалып қалды, егер тағы сәлемдесем 98 болып қалады. Мен әлі өмір сүруім керек қой. Как будто ше, мысалы, сіздер ойлайсыздар да, бұл тек қана мынау. Біз қазір күліп отырмыз ғой, мысалы ше, айтамыз ғой, күлкі деген таусылмайды ғой. Жақсы сөз деген таусылмайды. А неге? Ақша таусылып қалады. Алланың байлығы кең ғой, жаңағыдай сізге эмоциялар берді, білім берді, әдемі бейне берді, таусылмайды ғой ол. Ал бірақ біз соны не істейміз? Таусылып қалады, қорқамыз. Қорқақ адам, өте іші жан дүниесінің барлығы Аллаға иман келтірмеген адам не болады? Сараң болады. Сол үшін жомарт адамды Алла Тағалам жақсы көреді, ал кедей жомартты одан да қатты жақсы көреді. Үйінде дымы жоқ. Өзі әрең жұмыс жасап 1 килограмм картошка алып келіп, соны құйрық майдан қосып бүйтіп тамақ жасады да. Сөйтіп сіз үйіңізге кірсең, кел, тамақ ішеміз деп сізді шақырады да. Ана ялғанынан отырасында мына жеріңнен өтпей. Мән балаларына әрең ақша тауып, тамақ тауып отыр, мені де шақырып отыр деп. Жүрегіңізге не құйылады? Қан құйылады. Менің холодильнигімде шіріп жатыр ғой осы продуктылар. Бірақ мен бұндай бақытты емеспін дейсіз. Неге? Сізде себебі жомарттылық жоқ. Ал ана адамға Алла Тағалам мейлі материалдық жағдайдан қинап қойса да, ол адамның жүрегі бай. Үшіншісі, Алла кішіпейілділерді жақсы көреді. Тіпті сіздер қазір бір кәсіпті ұстап тұрсыздар, біреулердің араларыңызда бар, кәсіпкерсіздер. Егер сіздің қол астыңыздағы бір адам бүйтіп айтса, сіз жұмсайсыз ғой енді, олар жұмсалу үшін, сіздің қолыңызды жеңілдету үшін сіздің командаңызға келіп отыр ғой. Барып, Айгүл, ананы жасап жіберсең, немен жұмсайсыз? Барыңыз жұмсаңыз аналарды десе, не істейсіз? Не істейсіз? Жарайды дейсіз ба? Бар кет жұмыстан дейсіз ғой? Дұрыс па? Адамның бойында тәкаппар адам, ол адамға да жақпайды, Құдайға да жақпайды. Өзіңіз бастық болып сезініп көріңіз. Сол үшін де кішіпейіл адам, ол біраз жетістікке жетеді. Кішіпейіл болған сайын сіз оған қамқор боласыз. Сондай бір жаңағындай өзің қолыңыздың астында жұмыс істейтін кісі болса, не істейін бастық? Қайсын істейін? Ана істейін ба? Жарайды, ана істеп келемін деп. Еще қай кезде звондасында телефон алып, қазір барам десе, сіз ол адам не болады? Өсе ма, әлде өше ма? Өсет. Сіз не істейсіз? Ол адамға қатты сенесіз, ол адамды тіпті оң қолыңыз қылып қоясыз. Директор қылып қоясыз. Неге? Өйткені ол кішіпейіл ол. Бай кішіпейілді одан да қатты жақсы көреді. Көрдіңіздер ме? Алла сізге, айтайын ба? Сіздердің барлықтарыңыз байсыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, кімнің үйінде бидайдан жасалған нан бар, ол адам патшаның өмірін сүреді дейді. Бидайдан жасалған нандарыңыз мусорға кетіп жатыр ма, қазір көгеріп? Байсыздар ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ондай нан жеген жоқ. Жесе де аптасына бір рет жеген да. Бізде ол күнде қатып қалады. Свежий емес па, не деп жатырмыз ғой. Ой, байғы ақынан не зиян, қара нан жейік деген сияқты. Кебекпен жейік деп сөйтіп жатырмыз да. Сол үшін альхамдулилля барлығымыз байымыз. Енді кішіпейіл бай болуымыз керек та. Хадисте кімнің жүрегінде мынандай горошек дейміз ғой, кішкентай қара дән. Сондай көлемде тәкаппарлығы бар адам, ол жәннатқа кірмейді деді. Ал барлығымыздың миссиямыз не? Осы дүниеге келгенде жақсы амалдар жасау арқылы Алланың разылығына бөленіп, жәннатқа кіру еді, Ал бірақ та осы мінезіміздің, жүрегіміздің ішінде кішкентай ғана сол қап кеткен нәрсе ертең сол миссиямызға жеткізбейді екен. Бір кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп былай деп айтады: Алланың елшісі, мен таза киінгенді, аяқ киімді байлағанды, қамшыны иіріп
былай өріп оны асып жүргенді жақсы көрем. Осы нәрсе тәкаппарлық па деп айтады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көрдіңіздер ма? Киімге айтқан жоқ. Не деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Алла әдемі деді. Және әдемілікті жақсы көреді деді. Алла пендесіне егер неғмет беретін болса, оны сол пендесінің үстінен көргісі келеді дейді. Аллаға шүкір, егер сіз бай болсаңыз, зекетіңізді де беріп жатсыз, садақаңызды да беріп жатсыз, бірақ өзіңізге де құрметтілік жасап, қымбат киіндіңіз ба? Онда неғметі сізден көрініп жатыр. Сол үшін біреу бай үйде тұрады ма, немесе мықты джип мініп алды ма, оны сіз көре алмай, ой бай, бұна құтырып кеткен деп айтпаңыз. Алланың неғметі көрініп жатыр екен ғой. Қараш, жүрегің қандай таза сенің. Біздер не дейді? Жемқор мынау парадан алған. Мен 100 теңге садақа салған, әне күн содан алды ол. Бір 100 миллион тастағандай әңгіме айтады да, мысалы ше. Көрдіңіз ба, жүрек қандай іште көре алмай, шіріп, іріп жатыр. Онымен жұмыс жоқ. Бізде ислами имани узи жоқ қой. Қазір жүрегіңіз ауырса, КТ-ға барасыз, неге барасыз, УЗИ-ға барасыз, жүрегіңізді тексертесіз, онда жерге қара бір нәрсе түсіпті, ойбай, тамырларының үлкейіп жатыр екен, өлесін десе, жүгіріп не істейміз? Операция жасатамыз, дәрі аламыз, иә? Ал бірақ та жүрек аурулары сіздерді ертең тозаққа кіргізеді ғой. Бірақ ол жерде УЗИ жоқ та. УЗИ ол сіздің өзіңіздің әрекеттеріңіз. Осы кезде тексеру керексіз. Егер сен көршің бай болса, қуан дейді ғой, наоборот, қуан дейді. Ертең сенен келіп қарсы сұрамайды. Көрдіңіздер ме, біздің қазақтың мақалдары қандай жомарттылық мақалдар да. Сондықтан, ал тәкаппарлық деген нәрсе, ол күштілігімен басынып, біреудің ақысына өтіп, жаратылысты менсінбеу, міне осы тәкаппарлық деді. Көрдіңіздер ма? Бұл жердегі сіздің бренд киінгеніңіз, басқа киінгендеріңізден емес, жүректің ішіндегі мәмілеңіз. Егер сізді киім кию арқылы өзгертіп жататын болса, ол киім сізге зиян онда. Бәлкім, егер машина алып, онымен сіз мүмкін мақтану дертінде жасасаңыз, әрине ол сізге зиян. Ал бірақ та сіздің шамаңыз жетіп жатса, Аллахым әдемі ғой, мен әдемілік жақсы көремін, маған осы үй әдемі деп алсаңыз, сізді даттаса да, мақтаса да жүрегіңіз бір қалыпты ма? Альхамдулилля, жүрек дүниеге кірген жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, кім аяқ киімін жөндесе, киімін жамаса, шекесін Аллаға сәжде етемін деп былғап алса, тәкаппарлықтан пәк болады ол дейді. Одан кейін шекесін Аллаға сәжде етемін деп былғап алатын болса, осы адамдарда тәкаппарлық болмайды дейді. Егер бойыңызда, жаңағы енді бұл техника күшті, осы хадистен алуға болады. Мысалы, сізді киім өзгертті, иә? Сол егерде осылай сізді киім, дүние өзгертетін болса, енді тәкаппарлықты кетіру үшін жамау киініңіз, қор киініңіз. Мынау ма киім десе, шүкір. Кезінде бір медресеге бір кісі келіпті. О кісі негізі бұрын бай болған екен. Сомен, енді қараңшы, Алла тағалам негізі біреуге бір нәрсені берсе, бір нәрсесін кемітіп береді ғой. Бірақ бала шағасы өте тәртіпсіз. Тыңдамайды, құрмет етпейді оны. Әбден уже жаңағы тәкаппар болған ғой енді ол кісі ше. Сөйтіп, басы анда соғылады, мұнда соғылады, жаңағы не туысқандары, бәрімен енді қарым-қатынасты үзген ғой ол кісі. Сол медресеге келген әлгі кісі. Құран оқиын деп медресеге келеді. Жаңағы кісі өте енді бай, әбден властный болып қалғаннан кейін, ана жерде енді жүргендердің барлығы бірдей болып саналады ғой. Сонда жаңағы тәкаппарлық көтере алмайды. Түсе береді, сол қайттан сол ямаға түсе береді. Ойбай, жаңағыда дін ұстанып жүрген адамдар да осындай ғой деп ойлайды. Көрдіңіз бе, проблема қайда? Сен қайда барсаң да өзіңді алып жүресің. Басқа бір маскаңды шешіп, басқа бір маскаға өтпейсің ғой. Сонда ұстазға барып айтады екен, мен мына жақта да әлі Құранға түспей тұрған кезде, мына жақта да осы адамдар таптым, медреседе де осы адамдар таптым деген кезде, сендегі жүрегіңдегі тәкаппарлықты емдемей соғыса бересің осылай деген. Сонда айтқан, сөйтіп ол кісі отын жағып атқан кезде бір шәкірттім жасаған ғой, бар да бір тепші артынан деп. Сөйтеді артынан бір тебет біреу.
Сен жындысың ба деп аны орнынан атып тұрады. Сосын ұстаз айтады, тәкаппарлығына әлі кетпепті ғой деп. Сөйтеді да ол адамды жаман киіндіріп, қолына шек деген сасық болады ғой, қойдың шектерін әр саусағына кигізіп, көшені аралатады. Ол солай аралайды да, көрді ғой, бәрі мазақтады ғой оны. Ойбай, мынау кім деген сияқты. Сөйтіп кейін осылай жаңағыдай білім берді, осындай техникалар жасатқан, сөйтіп жаңа шәкіртке айтқан, бар да бір тепші тағы деп. Бір тепсе, мені тепкеннен аяғыңыз ауырып қалған жоқ па деп айтады дейді. Көрдіңіздер ма? Бұл дерттен арылу үшін біздерге кейде адамдардан мазақтау, сізді менсінбеу деген нәрселерді мүмкін басымыздан өткізу керек шығар. Жаңағыдай егер киіммен, дүниемен тәкаппарланып баратсаңыз, Жигули мініңіз бір сәт, сасық, мындай, жүрмейді. Ойбай, мынаның жағдай төмен болып қапты, ойбай, құтырып жүреді, сауап бопты деп айтады. Шүкір, альхамдулилля. Сол кезде сіз сонымен жүрген кезде де жүрегіңіз бірдей сәт болады ма? Демек, дүние кірген жоқ. Кеттік. Хадисте кім тоқылған киім киіп, пальмадан аяқ киім кисе, есек мінсе, қойдың сүтін ішсе, отбасымен тамақтанса, міскіндермен бірге отыра берсе, яғни кедейлермен бірге, Алла оның мойнынан тәкаппарлықты кетіреді дейді. Сол үшін де біздер кейде Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады ғой, мысалы, өзіңнен дүниелік жағынан төмен адамға қара дейді. Дін жағынан өзіңнен жоғары адамға қара дейді. Сонда сен дүние тауып отқан кезде бір шекке жете алмай кетесің ғой, сол кезде сенен де төмен тауып отқан адамдар бар. Сен өзің халіңе шүкір айт дейді. Егер сен дін жағынан ойбаймын 5 уақыт намаздамын ғой десеңіз, бір адам түнімен намаз оқып жатыр, соған қара, ойбай мен де оқиын деп. Сонда көрдіңіз ба, дүние артта қала береді, руханиеңіз өсе беретін болады. Сол үшін де егер өмірді бағаламай жатсаңыздар, шаршап кеттім мына өмірден, мен өмір сүргім келмейді, өлгім келеді десеңіз, онкологияның больницасына барыңыздар. Өмір үшін күресіп жатқан адамдарды көресіз. Егер бостандықта жүріп, тәуелсіздігіңізді бағаламай жатсаңыз, түрмеге барыңыз. Егер мынау 12 мүшеңізді беріп, бірақ та әлі күнге мен қап-қарамын, бойым кішкентай, мен толықпын, тағы не тағы комплекстарыңыз бар болатын болса, больницаға барыңыз. Адамдарда бүйрек жоқ, бауыр жоқ, өкпе жоқ. Егер ата-анам маған қарсы, үнемі маған ақылын үйрете береді десеңіз, жетімханаға барыңыз. Келінім мені тыңдамайды, бүйтпейді десеңіз, қарттар үйіне барыңыз. Сол кезде сіз өзіңіздің өміріңізге керемет фильтр жасап келесіз, шүкіріңіз артып келеді. Сырласу жан дүниеңді біреуге ашып айту ғана емес, сырласу сені үнсіз де түсінетін жанға жүрегіңді сеніп тапсыру. Кейде адамда айтылмаған сөздер көп болады. Жүректе жиналған мұң, жауапсыз сұрақтар, шатасқан ойлар. Сол сәтте ең шынайы сырласу Раббыңмен сырласу. Ішіңдегі барлық сезімді, қорқынышыңды, үмітіңді Аллаға айтып көрдің бе? Алламен сырласу кітабы жүрегіңді ашып, Раббыңмен шынайы байланыс орнатуға көмектесетін рухани кітап. Егер жүрегіңіз тыныштық іздеп жүрсе, Алламен сырласу кітабы дәл сіз үшін. Тапсырыс беру үшін төмендегі сілтемеге өтіңіз. Сол үшін біздерге осындай дүниелерді Алла тағалам айтады ғой, сендерді нәсіл қылып, ұлт қылып жараттық, бір-біріңді тану үшін деді. Көрдіңіз бе? Сіздің халіңізді өзіңіз нәшкүр болып тұрсаңыз, сізден де төмен адамға баршы, танысшы ол адаммен. Ол адамның айтатын әңгімесі өте көп. Сіз өзіңіздің халіңізге шүкір етіп қайтасыз. Аллаға бір табан жақын боласыз. Неге? Аллахым, рахмет, мен мынау халді болмағаныма деп айтамыз. Муса алейхиссалам Алладан былай деп сұрайды. Саған ең алыс, сен жек көретін жаратылыс кім деп сұрайды ғой. Сонда айтады. Алла былай дейді, жүрегінде тәкаппарлығы бар, дөрекі сөйлейтін, сенімі әлсіз, қолы сараң адамды жек көрем дейді. Ананы сөйлеген кезде жүрегіңе қадалады, сүйектен өтіп жүретін адамдар болады.
немесе сенімі әлсіз. Не болса соған сене береді қазір. Сенімі мықты болу үшін сізде Құдайға деген сендіңіз ғой, иманның алты шарты бар ғой, болды. Кім не десе де сол шарттан шықпауыңыз керек. Ал сіз жоқ, ол анандай десе, деп ілесіп кетсеңіз, ол сеніміңіз өте әлсіз деген сөз. Алла жек көреді адамды. Сізде омыртқа берді Алла тағалам. Егер омыртқаңыздың бір жері қисайса, орныңыздан тұра алмай қаласыз. Сол үшін омыртқаң нық болса, бүкіл денең нық. Егер сенімің нық болса, сізде нық адам боласыз, сізді ешкім былай шайқай алмайды. Егер сізде сеніміңіз әлсіз болса, мына жақтан біреу кетіп, деп бір үрлейді, мына жақтан біреу деп бір үрлесе, бүйтіп жүресіз. Сосын айтасыз, анау анандай деп айтады, мынау мынандай деп айтады, кімге сенем? Көрдіңіз ба? Кімге сенем? Құдайға сенесіз. Дана кісілер бүйтеді, қанағаттың жемісі, жаңағы бері қанағат айтып жатыр, шүкір дегенді айтып жатыр. Қанағаттың жемісі ол рахат дейді. Адам егер қанағаттанса, кішкентай мынандай қара суына рахаттылық табады, ішетті. Альхамдулилля, шүкір. Мына судың дәмін сезуінің өзі қандай рахат. Бой ұсынудың жемісі махаббат дейді. Сол үшін мен күйеуімді жақсы көрмеймін дейтін адамдар, ол просто бой ұсына алмайды. Бой ұсыну деген нәрсе оның бүкіл айтқанына ләппай деп тұру емес. Бой ұсыну деген оның кемшілігімен қоса қабылдау. Сол кезде махаббат пайда болады. Мульхайф ибн Әби Сафадан мынандай нәрсе келді. Абдулла ибн Шаджара оның қасынан өтіп бара жатады. Сонда жібектен киілген ұзын киіммен өтіп, сонымен кербезденіп кетіп бара жатады. Ал ер адамдарға жібек киінуге болмайтын білесіздер, Сонда ол айтады, Мульхайф айтады. Абдулла, мынауың Алла және оның елшісі жек көреді ғой мынау жүрісіңді дейді. Ол айтады, сен мені танисың ба? Бір как будто өмірімді көріп қойғандай, әңгіме айттың ғой дегендей қылады ғой. Сол кезде айтады, әрине мен сені танимын. Сенің жаратылысың бір тамшы сасық су болды, және сенің өлімің өте сасық болады деп айтады. Көрдіңіз бе? Бәріміз сондаймыз. Сондықтан мынау үзірмен жүре беруің дұрыс болмайды, бас тарт деп айтады. Яғни оның үзірі жібек киім киіп, соған кербездену ғой. Сол үшін де барар жеріміз сол жер, құрттап денеміз шіритін жер болса, неліктен сол денемізбен мақтанамыз? Неліктен байлығымызбен мақтанамыз, оны қабіргеде алып кете алмаймыз? Сол киіміміздің барлығы біз кеткеннен кейін талан тараж болып, оны тіпті кимейді де ешкім. Сол бәрі мұсырға кетеді. Сол алтын күмістеріңіз мақтанып, мына жақтың бәріне тағып алып, деп отырғанның бәріне талан тараж қылып алып кетеді. Сіздің алып кететін мінезіңіз, Аллаға деген рухани біліміңіз, оққан Құраныңыз, намаздарыңыз, оның барлығын сіз адамдарға көрсетпей жасатыңыз. Осыны сіз алып кетесіз. Дана кісілер айтады, момын құл, иман келтірген, ол Раббысымен мақтанып, дінін ұлықтайды. Ал мұнафиқ, 200-ді құл, ол өзінен есептеп, мақтанып, менде мынау бар деп, және малын ұлықтайды. Сол үшінде, біліңіз, мен момынмын ба, әлде мұнафиқпын ба деген сияқты. Абу Хурайрадан мынандай хадис келеді. Кім Аллаға кішіпейіл болса, Алла оны көтереді дейді. Сол үшін кішіпейілділікті сатпау керек. Мен саған бойсыны, осы саған бұға берген сайын суға бересің осы демеу керек та. Ақың бар кейде. Оны ол кезде өндіріп аласың. Бірақ кішіпейілділік деген нәрсені сатпаңыздар. Мен саған бойсындым, сен де маған бойсын деп. Жоқ, Құдай үшін істеңіз, Құдай сіздің дәрежеңізді көтереді. Адам көтере алмайды. Адам уақытша көтереді сізді. Бәлкім бастық келеді, 4 жыл сізбен бірге қызметте болады, сол кезде сіз де бастық боласыз. Ол кеткеннен кейін не істейді? Абыройыңыз түсе ме? Түседі. Өйткені келесі бастық өзімен бірге өзінің командасын алып келмейді ма? Сондықтан да Алла көтеретін болса, ол мәңгілік қой. Алла өйткені мәңгілік қой. Сол үшін біз адамдардан күтпеуіміз керек, кімнен күтуіміз керек? Алладан күтуіміз керек. Омар ибн Хаттаб былай деп айтады. Кішіпейілділіктің негізі саған жолыққан мұсылманға сәлеммен бастауың. Біздің қыздар, ана жолы бір тиктокер айтып жатыр, орыс.
Орамал таққандардың барлығы токсиктар дейді. Неге десе, біз өйткені орамал таққаннан кейін өзімізді өзгелерден қарағанда тақуарақ, періштерек санаймыз ғой. Құдайға бір табан жақынырақ, сізді елдің бәрі құрметтеп, сіздің сөзіңіз сенімді болады. Сол кезде біраз өзімізге алып қаламыз. Сол кезде не істейміз? Орамал тақпаған қыздарға деп қараймыз да, даже амандаспаймыз да олармен. Тек орамалдыға амандасады. Байғысы орамал тақпаған кісі осындай ортаға келгенде бір өзін жаман сезінеді ғой. Бүйтіп, сумкаңда орамал жоқ па? Бір түрлі өзім жаман сезінеді. Мыналар маған жаман қарап атқан сияқты деп. Сондай бола ма? Маған да келетін кезде, орамал тақып келу міндетті ма деп сұрайды ғой. Жоқ, ол да сіз сияқты адам ғой. Бәлкім ол кісі орамал тақпаса да оның мінезі сенен қарағанда алтында. Ол Аллаға ол жақын шығар. Алла айтты ғой, сендердің сыртқы келбеттеріңе қарамаймын деді ғой. Ақшаларыңа, байлықтарыңа, атаға бұрайды. Неге қараймын деді? Жүрекке. Бір кусок ет бар деді. Сол ішінде біз кішіпейілдіктің негізгі белгісі бірінші болып амандасу. Ұрсып қалсаңыз да. Кейбір туысқандарымыз араласпайсыз. Қалайсыз деңізші. Аяқта мынаның ішіндегі несі жарылады ғой. Оңбаған, ұрсып алып, түк болмағандай амандасып тұр. Өзімен өз жанып атыр да ол ше. Ал сізде жүрегіңізде еш нәрсе жоқ. Сіз қабылдадыңыз оны сондай адам екен. Және мейлі бір мәжілісте отырмасаңдар да, яғни бір-біріңді танымасаңдар да, мейлі сізді жақсылыққа шақырып, жамандыққа қайтарған кезде нәпсіңізге ауыр болып, мынау Гүлвира ұстаз бір айта берді ғой, істемеймін мен оны десеңіз де, қайтадан амандасу ғой. Сіздің эгоңызға тисе де амандасу. Осы кішіпейілдіктің белгісі. Ал ақиқат келген кезде, немесе танымаймын ғой, не үшін мен амандасуым керек дейтін болсаңыз, онда сізде кішкене тәкаппарлық бар. Ғалымдар айтады, тәкаппар мінез, жалпы тәкаппар мінез кәпірлер мен ферғауындардың мінезі дейді. Ал кішіпейілділік мінез ол салихтар мен пайғамбарлар мінезі. Ал кімді жақсы көресің, сонымен бірге қияметте тірілесің дейді. Егер тәкаппар болсаң, окей, кәпірлер мен ферғауындар мен кімнің желаниясы бар тірілуге қол көтереміз десең. Ал кім салихалы адамдар мен пайғамбарлармен бірге тіріліскісі келеді, онда осы мінезді қабылдау керек бізді. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде тәкаппар болған кәпірлердің сөзін былай келтіреді. Иннахум кану иза қила лахум ла илаха иллаллах тастакбаруна. Егер де оларға Алла жалғыз деп айтсаң, тәкаппарлығы көтеріліп кетеді дейді. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянын оқысаңыздар, кезінде Абу Лахаб пайғамбарымызды қатты жақсы көретін. Менің бауырым, міне, Мұхаммад мен бауырым дейтін да. Бірақ қалай ол Алла жалғыз деді, не істеді? Ең жек көретін адамына айналды. Неге? Өйткені оның тәкаппарлығына тиді ғой. Егер мен Алла жалғыз деп қалса, мен бизнесім жоғалады ана жақта деп дүниеге махаббат қойған адамдарға дін өте ауыр болды. Сол үшін кейде туысқандарыңыздың арасында арақ ішіліп жатқан кезде, тәте бұндай болмайды ғой десең, не істейді? Намазыңды өзің оқырсың ба, оқи бер, айтпа маған ол сөзіңді дейді. Неге? Өйткені жүрегінде деген араққа деген махаббаты бар ол адам. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين дейді. Егер де мынау Қарун, Хамат, Фирғауын деген олар сондай әскерлер олар. Оларға егер Муса бір ашық баяндармен, анық сөздермен Алланың дінін алып келетін болса, олар бірден тәкаппар болатын еді жер бетінде. Және олар озушылардың қатарында болмады. Біз сәбиқун деп айтамыз ғой, неге озушылар? Не үшін Абу Бакр Сыддықты айтамыз? Абу Бакр, Бакара деген сөз ертелету. Ертелетудің көкесі ол. Әр нәрседе бірінші болудың көкесі. Садақа берсе де, иман келтірсе де, еш мүдірмей. Абу Бакр, ля иляха иллаллах деген кезде, ля иляха иллаллах болды. Егер сізге ля иляха иллаллах десе, не үшін оны айтып атсың? Неғып айтып атсың? Ол қандай сөз? Деп сұрақ қоямыз ғой. Абу Бакр ондай болған жоқ. Деді сразу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям
Құранда оның мінезін Алла Тағала былай деп айтады: иннака ла'ала хулуқин азим. Расында сен ең ұлы мінездердің иесісің деді. Енді қарайық, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қандай мінезде болды? Ол есекке мінген. Кім қазір есекке мінеді? Исі жаман, бармаймыз дейміз, иә? Құл адам оны қонаққа шақырса, барған. Ең көркем мінезі болған, ол кішіпейіл болды. Тіпті пайғамбар бұл бүкіл үммет оны бейтіп, дәреттегі суын жерге түсірмей, аузындағы сілекейін түсірмей, тосып алып ішіп жүрген адамдардың ортасында да кішкентай балалар жолықса, тізерлеп, ойнап, түйе болып ойнап кететін еді. Сол кезде оны көрген арабтар: ей, сен деген басшысың ғой, нағып бітіп жүрсің дейді да. Менде 10 балам бар, біреуін өйстіп істемеймін деді. Ей, деді сол кезде. Кім мейірімділік етеді, ол мейірімділікке бөленеді деді. Міне, көрдіңіздер ма? Ол қандай болса да мінезімен алды ғой. Сол үшін әр адам пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянын оқыған кезде, как будто сол адам емес, бір періште сияқты сезініп, біз қалай ол өзіне қиянат жасаса да оны басынан көтеріп кешіре білді деп әрқайсымыз жылаймыз ба? Я. Сол ішінде көрдіңіздер ма? Оның ең мықты мінезі кішіпейіл болды. Бірде Омар ибн Абдул-Азиз деген керемет, былай айтқанда, президент өтті. Исламның президенті өтті. Сол кісіге бір кісі қонаққа келеді. Ол құптан намазын оқып біткеннен кейін жаңағы бір нәрселер жазып отырады. Қасында қонағы қарап отырады оған. Сол кезде жаңағы май шамы жанып бір өшуге сәл-ақ қалды дейді. Сонда қонақ айтты дейді: ей, әмірлердің, жаңа момындардың әмірі, тұрып ауыстырайын ба шамды деген кезде: жоқ, қонағын жұмсаған ол ер азаматтың мінезінен емес дейді. Онда көмекшілеріңіз шақырайын ба десе: көмекшілерімді мазалама, олар ұйықтап қалған деп айтады. Сонда өзі тұрып май шамды ауыстырып қайтып келеді, сөз етеді: сіз президент бола тұра өзіңіз қимылдадыңыз ба дегенде: мен Омар ибн Абдул-Азиз болып бардым, Омар ибн Абдул-Азиз болып қайттым. Яғни мені істей салғанымнан бір жерім кеміп қалған жоқ деп айтып тұр ғой. Сонда былай айтқанда, қаншама империяны басқарып тұрған патшаның өз-өзіне қызмет етті. Біздер не дедіміз? Келін келді, қол ұзарды, шайнек ұстағаным ұят болар. Мысал сондай нәрсе да. Келесі Қайс ибн Әби Хазим былай деп айтады: Омар ибн Хаттаб Сирия еліне келді. Ол да халифа болып тұрған кезінде. Сонда ғалымдар және сол елдің үлкендері ол кісіні күтіп алды да айтты дейді. Енді ауылға кіре берісте айтты дейді: мынау арғымаққа мініңіз, бәрі енді сізді Омар келді деп қарсы алсын деп айтқан екен да, көрсін бәрі. Сол кезде Омар айтқан екен: сендер істің осы жерін ғана көріп тұрсыңдар, мен істің мына жағынан көріп тұрмын деп аспанды көрсеткен екен. Яғни мен дәл қазір мақтанып мінетін болсам, менің ісімді Құдай жазалайды деп тұр ғой. Абу Хурайрадан келген хадисте, кім садақа беріп малы азайса, кейде үйде 1000 теңгең болады. Бірақ біреу сізге садақа сұрап тұр, сон 500 теңгесін бердіңіз, 500 теңгеңіз қалды. Мен не істеймін деп, малыңыз азайды ма? Азайды. Кімге біреу зұлымдық істесе де кешірсе, Алла оның абыройын артып қояды дейді. Өйткені сіз кешірімді кім үшін бердіңіз? Құдай үшін. Малды кім үшін бердіңіз? Құдай үшін. Құдай қамтамасыз ете ме? Етеді. Байлықтың барлығы кімде? Таусылып қала ма? Міне. Сол үшін біздер кешірім менен жалпы осындай жомарттылық деген нәрсені жасай беруіміз керек. Егер де сіз есептесеңіз, онда демек сіздің күмәніңіз бар, Аллада таусылып қалады деген. Мына бір қызық оқиға болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Айша анамыздың үйінде отырғанда, Айша анамыз оған бір табақ кептірілген ет берді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оны отыра қалып, жерге отыра қалып, тізерлеп, соны жей бастады дейді. Сонда өтіп бара жатқан бір сол жердің бір ұятсыз әйелі бар екен, кішкене дөрекі. Сол өтіп бара жатты да қасындағы ер кісілерге айтты дейді: қараңдар, жерге отырып, құл сияқты тамақ ішіп отыр деді.
Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кел деді да, кел менімен тамақ іш деді. Сонда ол бүйтіп айтты, жоқ, сен мені тамақтандырасың деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тамақтандырды оны. Сол кезде айтты, аузыңдағыңды бер деді. Жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жаңағы кесек етті аузына салып тістеп қойған екен дейді. Шығарып өзі берді дейді. Әлгі әйел пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның аузынан шыққан тамақты жеп бойына сіңгеннен кейін әйелде ұят пайда бола бастады дейді. Сол ұяты пайда болып, әлгі әйел өлгенге дейін бір аты шықпай, сол ұялғаннан ешқайда шықпады дейді ғой. Егер де сізге сөйтіп айтса, құл сияқты тамақтан отыр десе, жарайды, үндемерсін. Кел деп айтасыз ба сол адамға, тамағыңызды бөлсесіз ба? Жаңағыдай үйінде қазаны бір рет қайнаса қайнады, аптасына бір рет қайналмай, жаңа зорға етті жеп отырсын. Кел деп айтасыз ба? Еще ол сізге бүйтіп айтса, өзің тамақтандыр мені де. Аузыңдағыңды бер деп айтса, сен вообще жындысың ба дейсіміз ғой, иә? Көрдіңіз ба, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мінезінің дәрежесі қандай болды да? Қабылдады. Қаншама дөрекі арабтар келді оған. Оқымаған, сауаты жоқ арабтар келді. Білмейді адамдармен қарым-қатынасты қалай жасау керек екен. Малға қалай жасап жүр, адамға да солай қарым-қатынас жасайтын адамдар келді оған. Бірақ барлығына жұмсақ болды ғой. Ол қабылдады бәрін. Ал біздер қабылдамаймыз. Хасаннан риуаят еткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, маған жердің кілттері берілді. Маған таңдау берілді. Не құл пайғамбар болу, немесе патша пайғамбар болу. Сонда Жибрил алейхиссалам маған былай деп сыбырлады. Құл пайғамбарды таңда деді. Мен құл пайғамбарды таңдадым дейді. Сол құл пайғамбарды таңдау арқылы Алла тағала маған мынандай сый берді дейді. Біріншісі, жердің алғашқы иісін мен сезем дейді. Бұл жерде қалай дейсіз ғой? Яғни, мына дүние бітеді ма? Қиямет күн басталғанда бәрі бітеді, Алладан басқа ғой, иә? Бірақ ең бірінші болып тірілетін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам екен. Сол кезде ол алғашқы болып жерде иіскейді дейді. Және шапағатшылық маған берілді дейді. Енді қазір мына жерде айту мүмкін, бірінші періште тіріледі. Мен оны айтып отқан жоқпын, періште емес, мен адамзаттан айтып отырмын. Сол ішінде, көрдіңіз ба, сіз төмен деген сайын ойламаңыз, сіз төмен түсіп кеттім деп. Жоқ, Алла сіздің дәрежеңізді жоғарылата береді. Тағы да Ибн Масудтан келген хадисте, кім дүниеде кішіпейіл болады, Алла оны қияметте көтереді. Кім дүниеде ұлы болып, жоғары болатын болса, қияметте Алла тағала оны түсіреді. Сізге ең маңыздысы осы дүниеде атақты бола ма, қияметте ма? Иманды адам солай қияметті таңдайды. Ал осы дүниемен ғана өмір сүріп, осы дүние үшін келетін адам, ол осы нәрсені таңдайды. Сол үшін осы дүниеде, былай айтқанда, чорт болып өту нормально, бірақ арғы дүниеде ондай болып қалмау керек та. Сол үшін де сіз егерде біреуге ақыңыз өтіп кетіп, жаңағыдай кешіріп қойсаңыз, мейірімге алып қойсаңыз, еш нәрсе емес. Оның жазасын, подаркасын қияметте Алла береді. Кешірсеңіз, Алла береді сізге сауабын. Сол үшін біз адамдарға қадалып қалмауымыз керек. Мынау измена жасады, болды, оңбаған деп. Мен енді біреудің күнәсін былай дамытуды айтпаймын, бірақ бізде мынандай бір тенденция кетіп жатыр. Күйеуің ақша таппаса, күйеуің измена жасаса, барлығына кінәлі әйел. Сөйтеміз да ананы контрольға алып жүреміз ғой. Телефон тексереміз, кіммен етіп. Неге? Өйткені кінәлі сен боласың ғой ертең қоғамның алдында. Ой-бой, бала туып өзіне қарамаған, үйдің шаруасын істеймін деп шашын боямаған, дұрыс киінбейді деп. Осындай қоғамдағы осындай сөздерге еріп, қаншама отбасы бір-бірімен ажырасып кетіп жатыр. Неге? Ол измена жасады, мен жаман әйел болғым келмейді, мен оны кетемін деген сияқты. Бірақ, иә, ауыр дүние, бірақ тәубе еткенді Құдайдың өзі кешіріп жатыр ғой. Сол үшін де ол да тәубесіне келіп, кешірім тілеп, және де ол нәрсе қайттан қадам баспаса, қайтадан ойлануға болады, шанс бар. Сол үшін артық және де тез шешімге келуге болмайды. Хадисте, кім дүниеден бас тартса, дүниеден бас тарту деген біз ойлаймыз, ақшадан бас тарту, материалдылық. Бірақ та дүниеден бас тарту деген нәрсе конфликт болады нелерде, сіздерде қарым-қатынаста мысалы.
ұрсып қаласыз, өкпереніш, осылардан бас тарту ғой негізі. Келді, біреу сізбен ұрсайын деп келді, сіз ақиқат жолында болсаңыз да, ұрысқым келмейді деп кет қаласыз ғой? Бас тарттыңыз ба? Иә, айтады, кім өзі ақиқатта бола тұра ұрыс керістен бас тартқан адамға Алла тағалам жәннаттан үй соғады деп айтқан мысал. Ал біз дүниеден бас тарту деген кейде боп бейшара халге түсу деп ойлаймыз. Жоқ. Сізге ұнамай тұрған дүниелік мәселелер, эгоңызды қорғау, өзіңізді аппақ қып дәлелдеп шығу осы дүниелерден бас тартса дейді. Ол мына 3 нәрседен пәк болады дейді. Және ол адам жәннатқа кіреді. Біріншісі, ол адам тәкаппарлықтан пәк болады. Екіншісі, ол адам қиянаттан пәк болады. Ол адамға ешкім қиянат жасамайды. Үшіншісі, ол адам қарыздан пәк болады. Егер сіз бір адаммен ұрыссаңыз, не істейсіз? О адамның ақысына кіріп кетесіз ғой? Иә? Кіресіз, ренжітесіз, жаңағыдай артық сөз айтып қойыңыз мүмкін. Кейін қияметте Алла тағалам не істейді? Ақысын әпере ма? Әпереді. Сіз қарыз болдыңыз ба? Иә. Сол үшін қарыз болмауға тырысу керек қой. Абу Хурайрадан келген хадисте, ұлылық дейді, Алла тағала айтады. Ұлы деп айтамыз ғой, менің көйлегім дейді. Тәкаппарлық менің шапаным дейді. Кім осыны шешетін болса, онда мен оны тозаққа лақтырам дейді. Ал енді сіз көшеге шықтыңыз, елестетіңізші, көшеге шықтыңыз, көйлегіңіз бар. Біреу келді де шешіндіріп тастады, сіз тыр жалаңаш қалдырды. Не істейсіз? Осы абыройыңыздан айырған үшін барып күйеуіңізге айтасыз, әкеңізге айтасыз, мені көйлегім шешіп кетті. Не істейсіз? Быт-шытын шығарасыз ба? Сол сияқты да біз қашан тәкаппарлық жолды, мені ұлықтасын, мақтасын деген сияқты дүниені алсақ, біз Алланың мүлкіне қол тығып жатырмыз. Алла біздің быт-шытымыз шығарады сол кезде. Хадисте, кім кешірімді болса, Алла ол адамды ұлылайды дейді. Кім кішірейсе, Алла тағалам оны көтереді дейді. Сол үшін кешірімде кішіпейіл мінез арқылы жүзеге асады. Бір адамға барып кешірші мен десе, кешірмеймін дейді ғой, білесіздер ма? Ол адамның үлкендігі көп та. Сол үшін сізде өткенді әлі көтеріп жүріп кешірмеген болсаңыз, ішіңізде мүмкін дәні қап кеткен шығар тәкаппарлықтың. Сырласу жан дүниеңді біреуге ашып айту ғана емес, сырласу сені үнсіз де түсінетін жанға жүрегіңді сеніп тапсыру. Кейде адамда айтылмаған сөздер көп болады. Жүректе жиналған мұң, жауапсыз сұрақтар, шатасқан ойлар. Сол сәтте ең шынайы сырласу Раббыңмен сырласу. Ішіндегі барлық сезімді, қорқынышыңды, үмітіңді Аллаға айтып көрдің бе? Алламен сырласу кітабы жүрегіңді ашып, Раббыңмен шынайы байланыс орнатуға көмектесетін рухани кітап. Егер жүрегіңіз тыныштық іздеп жүрсе, Алламен сырласу кітабы дәл сіз үшін. Тапсырыс беру үшін төмендегі сілтемеге өтіңіз. Пайғамбар саллаллаху айтады, міскін, шарасыз, енді выход жоқ. Халінен басқа кішіреген. Кейде өзіміздің положениямызға қарай кішіреміз. Мысалы, бастықтың алдында тұрмыз да, сұранайын деп тұрмыз ғой. Андай бейшара болып, балам ауырып еді, жібере салыңызшы деп. А так сіз өйтіп кішіремейсіз ешкімге. Яғни сіздің халіңіз міскіндікке келіп тұр, сол арқылы кішірейін деп тұрсыз. Айтпесем, кішірмейтін адам едіңіз. Бүкіл малы, яғни ол күнәсіз тапқан малы, садақа еткендерді, яғни бағанағы ол халі соған мәжбүрлеп яғни тұрғаны үшін кішірейіп тұрған жоқ. Өзінің мінезі сондай кішірейген. Және малы бола тұра, күнәсіз малы, өзі күнәсіз ана адам. Яғни өзі ровно жүр, сонда да садақа беріп жатыр. Сондай адамдарды айланыңдар дейді. Солардың қасында жүріңдер дейді. Және Алла төмен түскен міскін халықты мейіріміне алады. Кейде бізде айтамыз ғой, не болып кетті, сынақтан сынақ болып кетпеді, бір нәрсе болып кетті ғой, жолым ашылмай кетті. Демек тәкаппарлық мінезді біраз жөндеу керек.
Және даналық және фиқ дейді, именно ол білімді адамдардың қасында жүріңдер дейді. Иса айтады, Иса алейхиссалам, осы дүниеде кішіпейілділерді айналып жүріңдер, себебі олар қияметте жоғарғы мінбарларда болады. Қазір не үшін оларды айланып жүру керек екенін айтамын. Екінші, намазхандарды айланып жүріңдер, олар өйткені қияметте фирдауста болады. Осы дүниеде жүректері тазаларды айналып жүріңдер, олар қияметте оларға Алла қарайды дейді. Қараңыздар, маған досыңды көрсет, мен сенің кім екеніңді айтам дейді. Демек, достан мінез жұға ма? Жұғады. Демек, бұл жердегі бізге айтылып жатқан насихат, сондай адамдармен дос болыңдар, ол жұғады деп жатыр да. Сол үшін кішіпейіл адамдардың қасында жүріңіздер. Тәкаппар адам міндетті түрде тәкаппарлығын үйретеді сізге. Хадисте Алла кімге исламмен сыйлық жасаса, альхамдулилля, қазір Алла дегенді танисыздар, бір деп айтасыздар, серік келтірмейсіздер, бұйрығын орындайсыздар. Исламнан сыйлық болды ма сіздерге? Я. Бейнесін көркем етсе, Аллаға шүкір, мұрныңыз мына жақта емес, немесе көзіңіз мына жақта емес, барлығы ровно тұр. Өзі лайықты болмаса да абырой беріп қойса, атақ, жұмыс сондай беріп қойса, сонымен бірге сол атақ арқылы сіз мал тауып жүретін болсаңыз, кішіпейіл болыңдар дейді. Осы құлдар Сафуан құлдар болып саналады дейді. Сафуан деген кімдер білесіздер ма? Избранный дейміз ғой, іріктелген. Бәрі момын мұсылман бола беру мүмкін, бірақ Сафуан болмайды. Тағы да хадисте былай деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына қарап былай деп айтады. Сендерге не болған? Иманның ләззатын көрмей тұрмын дейді. Сонда сахабалар сұрайды, иманның ләззаты деген не дейді? Сол кезде кішіпейілділік дейді. Егер сіздерге үмметімнің ішінен біреу кішіпейіл болса, оғаларға да кішіпейіл болыңдар дейді. Үмметімнің ішінде біреу сіздерге тәкаппар болса, онда сендер де оларға тәкаппар болыңдар. Себебі олар қор әрі кішкентай дейді. Көрдіңіздер ма? Бірақ енді сен тәкаппар болып тұрсың, давай мен деп қатты шектен шығуға болмайды да. Орнына қойып қаласыз да. Мысалы, жаңа бастықсыз, сізге өзің істеп ал деген кезде не істейсіз? Орнына қоясыз ғой. Айналайын Айгүлжан, или сіз жұмыс істейсіз, или мінезіңізді өзгертіп кетесіз. Себебі маған ондай адам керек емес деп, иә? Омар ибн Хаттаб айтады, білесіздер ме, осы уақытқа дейін адамдар не үшін пайғамбарларды өлтірді? Не себептен, білесіздер ма? Тәкаппарлық себебінен. Неге? Өйткені оларға нәпсілеріне ауыр болатын ла иляха иллалло деген сенімді алып келген үшін не істеп отырды? Өлтіріп отырды. Сонда Омар ибн Хаттаб айтады, «Вайза қила лаху иттақилла ахазатхул айзату бил исм». Егер де оларға біреулерге айтса, Алладан қорқ деп, тақуа бол деп айтса, олардың жүректерінде үлкенділіктері алып, күнәмен мәміле жасайды екен. Олардың үлкендіктері бір қозады екен да, сөйтеді оларды күнәға итермелейді. Сол кезде осыны оқыды да Омар ибн Хаттаб «Инна лиллахи ва инна илайхи роджиун» деген сөзді айтты. Бұл сөзді біз қашан айтамыз? Адам өлген кезде айтамыз, қайтыс болған кезде. Сол кезде сұрады дейді, нақ бұны айттыңыз деген кезде, егер сен бір адамға Құдайдан қорқ деп айтсаң, сені өлтіреді деген. Не үшін өлтіреді дегенде, оның эголарына тиесің сен дейді. Сонда сен мені күнәһар санап тұрсың ба? Дегендей қылып. Сол үшін айтады ғой, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаз оқып жатқан кезде, мойнынан қылқындырып, тіпті талып қалатын жағдайға дейін қылқындырған кезде, Абу Бакр Сиддиқ ажыратып алып айтады ғой, не болды сонша? Алланы жалғыз деген үшін өлтіресіңдер ма? Дейді ғой. Сол сияқты да, Алланы жалғыз деген үшін, сен оның бұйрықтарын айтқан үшін, сен халықтың махаббатына иеленбейсің. Сен оның жауына айланасың. Кімдерге? Жүректерінде тәкаппары бар адамдарға. Ибн Масуд бүйтіп айтады, адамға жетерлі болады күнә жасауына, егер де Алладан қорқ деп айтсаң, өзің қорқ деп айтуы дейді. Алладан қорқсай десе, өзің қорқашы деп айтуы, көрдіңіз ба?
Қалайша сен мен ішімдегі жүрегімдегі Алладан қорқу дегенді алып тексердің? Өзің қорық деп айтуы күнә оған жетерлі болады дейді. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол қолмен тамақ жеп жатқан адамды көрді да, оң қолыңмен же деп айтты дейді. Сонда ол айтты дейді, жей алмаймын деп. Сонда айтты дейді, сенің шаман келмегеннен айтып тұрған жоқсың, сен тәкаппарлығынан айтып тұрсың ғой деп айтқан екен. Сонда әлгі адамның сол қолы істемей қалды дейді. Көрдіңіздер ма? Біздер бір нәрсені егер бас тартып істей алмаймын дейсіз ба, Құдай бір жағыңызды қысып қояды да, сіздер мәжбүрлі түрде істейсіздер. Мен сол үшін сіздерге айтам ғой, намаз бастамай жүрсеңіз, әлі еркелеп жүре бермеңіз. Көп адамдардың намаз бастаған оқиғаларын көрсең шошисың. Біреулер жынды болғаннан оқыды, біреулер авариядан аман қалған үшін, біреуі туысқандарынан ешкім қалған жоқ, өле береді, ол ғана қалды. Біреулер қатты сынаққа кірді, біреулер өліп қарызға кірді. Бастарында үлкен сынақпен келді да. Ал сізде қазір оның біреусі де жоқ, сол үшін сіздің нәпсіңіз дым қиналып та жатқан жоқ. Неге? Просто тәкаппарлығыңызды жеңбей жатсыз да. Сол үшін, Аллахым, рахмет саған, сынақсыз жай ғана мейіріміңмен, мені біліміңмен өзіңнің сәждеңе алып келгенің үшін деп біз риза болуымыз керек та. Көрдіңіздер ма? Сол үшін бұлай құтырып жүрмеуіміз керек. Өйткені біз басымызға өзіміз бәле тауып аламыз. Жаңағыдай сол қолымыз істемей қалса, онда мәжбүрлі боламыз оқуға. Енді Сәбит ибн Қайс былай деді, Алланың елшісі, мен әдемілікті жақсы көрем. Көзіме әдемі нәрсені көрсем, ұнайды маған. Эстетика бәрі ұнататын адамдар бар ғой. Ол тәкаппарлық па дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, жоқ, ол тәкаппарлықтан емес. Тәкаппарлық деген нәрсе ақиқатқа наразы болу және адамдарды менсінбеу деп айтты. Енді қараңыз, тіпті адамдар тәкаппарлықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды қабылдаған жоқ. Сонда олар былай деп айтты. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, қараңызшы, оқу жазуды білмейді, бай емес, бірақ ол кісі байлықты бір атақ, мансап, өмірлік бір ұстаным ретінде ұстаған жоқ қой ол. Хотя пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның туысқандары өте бай болды, атақты болды, я. Сол кезде айтады, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Той, Мұхаммадқа емес, біздің өзіміздің мынау жергілікті жерімізде екі кісіге түскенде осы Құран, онда иман келтіретін едік дейді да. Ол кім десе, Уалид ибн Муғира және Абу Масуд Сақафи деген екі кісі авторитет болған екен олар үшін. Егер соларға түссе, біз оны қабылдайтын еді. Мұхаммадқа түстім, жоқ деп сөйтіп тұрғанда. Сондықтан да біз кейде қандай адам сізге, түрі қандай, атағы қандай, бірақ ақиқатқа шақырып тұрма, қабылдаңыздар. Сол үшін сол кезде Алла тағалам айтады екен, «Ахум яқсимуна рахмата раббик». Сенің Раббыңның мейірімін олар есептеп жатыр ма? Яғни біз бір адамды мықты, атақты деп оларға үлкен ұлылықты бердік па? Біз оның ішкі жан дүниесін білмейміз ғой. Не үшін біз оны мықты авторитет қып санадық? Сол үшінде бізге авторитет ол Алла. Енді қараңыздар, жаңа біз айттық қой, адамда біз қазір түрлі ғылым оқимыз, курстар оқимыз, бәріміз. Психология курсы болсын, өзіңді дамыту курсы болсын. Сол кезде не істейміз? Үйге келеміз де бүйтіп айтамыз. Қой, уағыз айтайын дейсіз да? Енді айтады ғой сізге жаңағы, не естіп келдің дегенде, міне осындай айтты. Оказывается, қарып тұрсам, сенде сол бар екен. Ана өзінде шаруасы жоқ та. Біз анау адамды зерттеп кетеміз да. Психология курсты оқып алып, так, мен треугольниктамын, так, мен жертвамын, анау тиран, мынау спасатель. Так, қарап отырасың да, енем тиран, мен жертвамын, так, мынау спасатель. Деп, ана енең, маған ол не беріп жатыр, триггерить етіп жатыр, өз-өзіме қабылдама. Яғни сіз өзіңізді дамыту, өзіңізді сол білім арқылы алып шығудың орнына біз бір адамды зерттеп кетеміз ғой.
Сіз тіпті медицинаға барсаңыз, бірінші анализ тапсырғанда айтады ғой, гемоглобинің мынандай екен десе, өз-өзіңізді зерттейсіз ғой, сөйтесіз да дәрілер аласыз, витаминдер аласыз, сол жүресіз пока емделгенше. Сөйтесіз да бір адамның анализін білмей бүйтіп айтасың, басың айналып жатыр ма, темір жетіспейді саған. Андайда ішкі органдарын тексеру керек шығар, оның қанын тексеру керек шығар, ол өзінің ғылым біліміне бару керек шығар. Жоқ. Міне сол үшін айтады, білім деген нәрсе, ол аспаннан жауып атқан жаңбыр сияқты дейді. Ол жерге түседі, ол жаңағындай сіңіреді, ағаштар одан су ішеді, тамақтанады, сөйтеді, жемісі әртүрлі болып шығады дейді. Біреу тәтті, біреуі қышқыл, сол сияқты дейді. Адам білім ізденген сайын оның эгосы бірге өседі дейді. Енді ғалымдар бүйтіп айтып жатыр, кімде-кім білім алып жатқан кезде мә тәкаппарлығым өсетін болды деп ойлайтын болса, ол адам надан болады дейді. Ал кімде-кім білім алып жатқан кезде мә мен наданмын ғой, дым білмеймін дейтін болса, ол адам нағыз білім алып жатыр дейді. Неге? Екеуінікі екі түрлі. Яғни мен дым білмеймін, мен білу керекпін деген кезде білім қонады. Ал егер жоқ мен білейін да біреуді түзейін дейтін болса, ол адамда тәкаппарлық пайда болады. Керісінше ол адам надан болады. Сол үшін де Ибн Аббастан келген хадисте айтады ғой, бір замандар келеді, Құран жай ғана мынау кеңірдектен ары қарай түспейді дейді. Сонда олар айтады екен, біз Құранды оқыдық, бізден де кім мықты оқиды екен. Біз білдік, бізден де мықты кім біледі екен деп айтатын болады дейді. Міне, көрдіңіздер ма? Сол үшін де сіздің Құдаймен болған қарым-қатынасыңызды сізден басқа ешкім білмеу керек. Мен 40 күн тахажжуд оқып осындайға жеттім деп біз айтып отырамыз да, күйіп кетуі мүмкін ол амалдар. Сонда бір хадисте Абу Зар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келген кезде бір кісі отыр екен оның қасында. Ол кісі шығып бара жатқан кезде, ей қараның баласы деп айтып қалды екен. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қарап, Абу Зар тоқтат, қайт мына сөзіңнен дейді екен. Сонда әлгі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның осылай жақтырмай айтқанынан Абу Зар жерге жатты да айтты дейді, мен бетімді басшы деп. Демек, ол аппақ адам болған ғой. Қараңыздар, егер де сіздер өзге адамның белгі бір сипатын көрсеңіздер, сізге ұнамайтын, демек сіз өзіңіздің бойыңыздағы сипатпен қатты мақтанасыз. Ақ адам қараны көреді, көзі бақырайған көз сықсиды көреді, бойы ұзын, бойы кішкентайды көреді. Хадисте тағы айтады, адам өмірде алға қарай көп жылжу керек дейді. Осы жолда тәжірибе алады ол. Жалпы адам баласы өмірге келген кезде дейді, біреуді үйрету үшін келеді дейді. Не өзіне пайда беру үшін келеді, не шайтанның азғыруына ілесіп, өзіне ғажаптану үшін. Көрдіңіздер ме? Біз білімді осы үш мақсатта ғана алады екенбіз. Ал енді біз өмірімізде білдік қой, кішіпейіл болудың пайдасын білдік. Тәкаппарлық қайда алып баратын білдік. Тәкаппарлықтың шыңы Құдайды мойындамау. Мынау кішкентайды жасайсыз ғой, адамды мойындамайсыз, олардың қисық пікірлерін мойындамайсыз. Мойындамай, түбінде сіз кімді мойындамайсыз? Құдайды. Ол кезде ашық, оған дұшпан боласыз. Сол үшін түбінде басталды ма, содан бастап не істеу керек? Жоюға тырысу керек екен, ханымдар. Сондықтан Алла Тағала біздің естіген білгендерімізге амал етуді жазсын.